ұбт-да ағылшын тілін таңдап отырған талапкер. Бұл видеода мен ағылшын тіліне тиімді дайындалудың жолдарын айтатын боламын. Әзірге видеоға лайк басып, каналға жазыл, бұл бізге пайдалы контент түсіруге мотивация береді. Ағылшын тілінде сөйлеу мен ұбт тапсыру екі түрлі нәрсе. Ағылшын тілінде сайрап тұруың мүмкін, бірақ ұбт-дан оңбай құлауың да мүмкін. Өзіміздің қазақ тілі мен қазақ тілінің ережесі сияқты. 6-7 жастағы баланың сөздік қоры 3500-7000 сөз. Бала керемет сөйлегенімен, сабақты етістік пен салт етістіктің бірыңғай қарсылықты сабақтас құрмалас сөйлемнің не екенін білмек түгіл мұрнына иісі де бармайды. Сондықтан ұбт-ға ағылшын тіліне дайындалу үшін ұбт-ның не талап ететінін білу керек. Мысалы, герунди, инфинитив сияқты ережелерді жақсы білу керек. Сөздік қорың бай болу керек. Оны жаттаудың өзіндік мықты тәсілдері бар. Жеке сөзді емес, сөз тіркестерін жаттау. Етістіктерді жаттау барысында әрекеттерді өмірде қайталап істеу. Стикерларға сөздерді жабыстырып жаттау және тағы да басқа. Ал ережелерді көбейту кестесін жаттағандай біліп ал. Бұл арқылы сауатты жаза аласың. Осының барлығын үлкен плакатқа жазып, көзің жиі түсетін жерге іліп қой. Ағылшын тілінде көп оқу керек. Кітаптар, мақалалар, ғылыми зерттеулер, газет-журналдарды оқу қажет. Арнайы бағдарламалар бар. Оның ішінде грамматиканы тексеретін тесттер болады. Олар бір тесттен қателессе, қайталап жіберіп отырады. Мысалы, Duolingo. Күніне 5-10 минут сол тесттерді тапсырып отыр. ұбт-да келген сұрақтарға қарап, қандай сұрақтар жиі келетініне талдау жаса. Ағылшын тілін таңдап, қандай мамандыққа оқуға түсуге болатынын Жол.kz қосымшасынан көруге болатынын естеріңе саламыз. Видео пайдалы болса, достарыңа жібер. Келесі кездескенше.